Шығыс мәдениеті ежелден құпия сырға және қызықты деректерге толы. Егер араб елдеріне саяхаттауды ойласаңыз, ондағы діни нормаларға негізделген зайырлы және іскер қарым-қатынастарды білген жөн. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз Сауд Арабиясындағы қарым-қатынастың ұлттық ерекшеліктеріне тоқталамыз. Бұл елде барлық ережелердің сақталуын діни полиция қадағалайды. Шариғат үкіміне сәйкес ашық-шашық киінуге рұқсат жоқ. Дәстүр бойынша араб ерлері жүннен немесе жібектен тігілген ұзын көйлек киеді, ал қыс мезгілінде оның сыртынан түйе жүннен тоқылған жылы жамылғыларды жамылады. Бас киім ретінде кішігірім тақия киіп, оның үстінен орамал жаяды. Орамал бастан сырғып түспес үшін жүннен есілген баумен айналдыра бекітеді. Ал әйел адамдарға абай атты жеңі ұзын көйлексіз қоғамдық жерлерге келуге тыйым салынған. Енді қазірден бастап ел адамдарға енді көлік жүргізуге, сонымен қатар велосипед тебуге, сонымен қатар ерлер адамдармен бірге кино көруге болады. Яғни әлеуметтік жағынан қарасақ, осы жылдан бастап Сауд Арабияның әйелдері көптеген жұмыс аяларында жұмыс істей алады. Осыдан бұрын ондай болмаған. Араб елдерінің өкілдері еуропалықтарға қарағанда мейлінше ашық, жарқын және достары мен серіктестерін қуана үйлеріне шақырады. Мұсылман халықтарында қонақ тәңір сыйы деп саналғандықтан арабтар оған ерекше мән береді. Үй иесі қонағын күтіп алып, өзінің оң жағына жайғастырады. Әдетте оң жаққа отыру үлкен құрмет саналады. Ал егер араб серіктесін кеңсеге шақырса, қонақтан бұрын кабинетке өзі кіреді. Бұл баяғы бәдәуилер заманынан келе жатқан дәстүр. Соған сәйкес мейманын шатырына шақырған үй иесі онда қауіпсіз әрі тұтқиылдан тор құрылмағанын дәлелдеу үшін алдымен өзі бас сұғатын болған. Негізі өзіндік саудилықтар өздері, яғни экспаттар емес, мигранттар емес, саудилықтар өздері, олар рамадандарда жұмыс істемейді. Ал жұмыс істейтін адамдар күннің тек қана 3 сағатында жұмыс істейді. Ол сағат таңғы 7-ден бастап шамамен 10-11 арасында. Бұл жақта кешігіп келу қалыпты жағдай саналады. Арабтардың еуропалықтарға қарағанда уақыт туралы түсінігі бөлек. Сондықтан араб елдеріндегі іскери кездесулеріңізді сағатына дейін шегелеп жазып қойсаңыз да, бағдарламаңыз өзгеріске ұшырайтынын шамалай беріңіз. Түрлі келіссөздер мен кездесулерді уақытпен шектемеңіз, іркілістердің болатынын болжаңыз. Ал ораза айында арабтардың тек жарты күн жұмыс істейтінін де қаперге алыңыз. Егер салқындатылған сусындар ұсынса, кездесу уақыты таяп қалғанын біліңіз. Араб әлеміндегі кез келген кездесудің дәстүрлі дәмі кофе. Қансыз, қою, бірақ кардамонын көп қылып қосады. Егер сізге ұсынса, онда шағын ғана шыныға құйып беретін біле жүріңіз. Оның үстіне кесені бас бармағыңыз және сұқ саусағыңызбен алдын ала шайқап, табаққа қоймағанша қайта құя береді. Ондай ишара білдіру әрі қарай ішкіңіз келмейтінін білдіреді. Араб халқы сыйлыққа үлкен мән береді. Аста төк сый-сияпатқа бөлесе таңғалмаңыз. Бірақ қымбат кілем, картина немесе асыл заттарды бергенде абай болыңыз. Мұндай риясыз сый жасаған арабтар оның қайтарымын да күтеді. Мұсылмандарға спирттік ішімдіктер, шошқа терісінен жасалған бұйымдар мен жалаңаш немесе киімі болса да, ер мен әйел суреттелген картиналарды тарту етуге болмайды. Сыйлықтың сыртқы орамасына да сақ болыңыз. Арабтар үшін ақ пен көгілдір түстің үйлесімі қорлықпен тең. Негізі араб әлемнің тағамдары бір-біріне өте ұқсас. Олар көбінесе күріш, жаңағы тауықтың еті, ол арабша дәжәж деп аталады, және лепешкалары бар хуп, сондықтан олар бір-біріне ұқсас. Бірақ олардың айырмашылығы ол жаңағы тамақтардан күріш, сонымен қатар тауықтың еті, олардың кішкене специя өзіндік бар, соларды қосады, және десерттердің көбінесе басбуса және канафе. Іскери кездесулерде кәсіби аудармашы міндетті түрде керек. Барлық құжаттарыңызды мүмкіндігінше араб тіліне аударғаныңыз жөн. Сіздің ілтипатыңызды араб серіктестеріңіз жоғары бағалары сөзсіз. Сондай-ақ кездесу кезінде аяғыңызды айқастырып отырмаңыз. Сол қолыңызбен қол жалғамаңыз. Шығыс халықтарында сол қол таза саналмайды. Сондай-ақ парсы шығанағы деген тіркесті қолданбаңыз. Арабтар оны араб шығанағы деп санайды. Іскери кездесулерде алкоголь ішуден және шылым шегуден бас тартқаныңыз абзал. Арабтардағы іскери этикетті білу сізге деген құрметті асырып, түсініспеушіліктен құтқарады және сіздің серіктестеріңізге деген жауапты қарым-қатынастарыңызды көрсетеді. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.